Бүгін мен жұмыстан жай шықтым. Кептелістен түнгі 2:30-да қарай үйге келдім. Қатты шаршағаным соншалықты төсекке жұмыс киіммен жатып ұйықтап қалыппын. Тап бұл оқиға менің басымнан бірінші рет өткен соң, мен басында қорықпадым. Бірақ бұл оқиғадан кейін мен өзімнің пәтерімді ауыстырып жібердім. Бәрі ұйқы кезінде болды. Шамасы 3:30 шамасында мен қатты ұйқы құшағында жатқанда үстімнен жылан секілді бір жорғалаушының жүріп өтіп кезіп жүргенін анық сезіп отырмын. Бірақ ояна алмадым. Мен қатты шошыдым, бірақ түсімде деп ойлап жаттым. Шыны керек, қандай жеркенішті сезіммен жатқанымды сіздерге түсіндіре алмаймын. Мен бәрі түс деп ойладым, алайда бұның шын өмірде болып жатырғанын білмейтін дедім. Бір кезде құлағыма тұр ұйқыдан деп біреудің сыбырлаған дауысын естідім. Мен өзім түсімнен де шыға алмай жаттым. Бірақ дауысты анық естіп тұрмын. Мен қатты шошынғаным соншалықты қатты терлеп кеттім. Бір кезде қатты күлген дауыстан мен шошына ояндым. Көзімді ашып алдыма қарасам, алдымда бір сұлбасы, тым нашар, бет бейнесі көрінбейтін бір қап-қара костюмде біреу отыр. Мен аң-таңмын. Бұған кімсің деп сұрадым. Айтқаным сол еді. Анау тұрған 10 метр жақтан менің дәл қасымнан шықты. Мен қатты қорықтым. Мен жерге қатып баратқаным соншалықты басым тіпті жастыққа тиді. Ол болса маған тақалып тесіп қарап тұрды. Және де оның айтқан сөзі: «Танкінің кілті қайда?»